Сәлем достар, сіздермен бірге мен Артем Шоу. Бүгін мен сіздерге мен өзім ойнап жүрген дәл қазір отырған серверін көрсететін боламын. Бұл сервер крутой сервер, көп адам ойнайды, мен 101 адам. Және бұл серверде админді взломать етуге болады. Ең бірінші видеом басында көрсетіп кетейін. Міне хак деп жазасыздар, бірақ менде ол бар. Қандай екен видеода айтып кететін боламын. Ал біз кеттік. Міне сервер IP мен порты, адрес пен порт міне жазып алыңыздар. Ал біз кірдік. Сервер өте керемет. Мен жиі ойнаймын. Газ қосылсын. Міне біз бұның алдында бағана кірдік, сондықтан пароль жазбаймыз. Міне сіз кіргенде басында бір жерде тап боласыз, сол жерде чатқа пароль жазу керек, және сол парольді жаттап алу керек. Міне бағана ашқан сундук, бұл общий сундук. Общий сундук, яғни бүкіл адам осы сундукты аша алады. Міне бізде вау, күшті заттарды біреу салып жатыр, алып алайық. Міне сосын мына жерде ежедневный бонус. Міне 1652 теңге. Міне спаунда телепортер, ең бірінші биом лето деген ол жаз, биом зимы деген қыс, информация, паркур, сосын паркур, автошахта, және место дейді. Место деген түсінбедім, әйтеуір бір сондай жер. Случайно место деген любой жерден шығып қаласың. Свой баланс, міне узнать свой баланс. Міне чатқа шықты. 8909. Міне шетте де тұр. Посмотреть информация атына. Егер керек болса оқып аласыздар. Міне мына жерде эндер сундук. Салған заттарыңызды ешкім алмайды. Және мына жерде кит старт және кит бонус. Бірақ мен кит бонус ала алмаймын. Менде 200 мыңға бір привилегия сатып алғам. Ол жерде тек қана кит старт аласың, және кит супер деген алатын боласың. Міне супер деп жазасыздар. Сол кезде чатқа міне при покупке привилегий вам дается цветной префикс. Возможно писать цветными буквами, увеличен приват доступ кит стартам супер. Кит старт супер деген ішінде күштерек заттар болады. Сосын приват деген кезде 40 мың блоктан асырамайсыз, ал соны сатып алсаңыздар асыралатын боласыздар. Және цветной не деген қазір. Міне ол мынадай. Кәдімгі адамдар бұндай түспен жазамайды, әртүрлі түспен. Ал бұндай сатып алған адам жазалады. Міне кит старт жақсы. Кожаный броня, защита 5. Ал меч міне астрота 1, 6 урон кетіреді, жақсы. Міне кит бонуста алмаз, білмеймін, әйтеуір железный болу керек. Міне мына жерде популярный блок ұтып алдық. Кейс удачи, яғни бұны 20 минут сайын ашасың. Яқты бесплатный эффект. Маған міне мындай эффект берілді. Сіздерге кірген кезде ночное зрение берілу керек. Маған қазір огнестойкость пен сила берілді. Мына жақта атқа портал,
және мына жақта PvP арена, яғни төбелесетін жер. Бұл жерде қазір кішкене қатып тұр, көп адам ойнайды, сондықтан көп адамды қатты көрмес. Міне перезапусктан кейін кіреміз, жалғастырамыз. Міне перезапусктан қайтып кірдік. Бағана айтқандай неді? Опа, бір адам келді уже. Алмаз неге екен? Қашып кетті. Қазір мен телефоным кішкене қатып тұр, по-моему. Сервер бұрын қатпайтын. Және мына жерде шығатын жер. Және осы жерде бір секрет айтайын. Бұл жерде спаунға барудың оңай жолы. Мысалы, set home деген қоясыздар, сол кезде үйіңізге міне бүйтіп қана бара аласыздар. Мен қазір бастан кетіп қалдым, және спаунды бүйтіп басып жүруге де болады, бірақ ең оңай тәсіл міне мынау. Істеп жібересіздер, бірден спаунға кетесіздер. Ал егер PvP режим болады, оған 5 секунд болды. Егер сізді біреу ұрса, 5 секунд бойы сервердан шықпайсыз, команда жаза алмайсыз. Сіз қашып баратып, 5 секунд өткен соң сразу істі басып, спаунға келе аласыздар. Міне мына жерде отыратын орындық. Ал мына жерде казиноға ойнау үшін 4 алмаз, изумруд па, золото ма сондай басу керек. Ал мына жерде критик нолик. Міне бір адам бар екен, ойнап жіберейік. Міне первый махович нұр телеуді. Онда мен мынаны басып, ортасы. Неғып басылмай жатыр. Уақыт өтіп кететін болды. Басылды. Уақыт өтіп кетті мейлі. Кішкене телефон қуып тұр, сіздер көріңіздер. Уақыт өтті. Крестинель, ал мына жерде не? Ол кит бонустан осыны ала аласыздар. Кейс броней, ол жақта кеткен броня шығады. Кейс инструмент шығады. Кейс едой, бір тамақ шығады. Ал лаки блоктан любой зат шығуы мүмкін. Міне біз кішкене 5 лаки блок алайық, видеоның соңында ашатын боламыз. Және мына жерде келсеңіздер, мынау батут. Егер осындай блокты тауып алсаңыздар, немесе магазиннен сатып алсаңыздар, бұндай блоктың үстіне тұрған кезде бүйтіп секіретін боласыздар. Кейде үйсіп қатады, алысқа ұшып кетесіздер. Спаунға барайық. Міне бағанағы жерге келдік. Ал батут. Тағы сөйтіп тұр, мен телефон қатып тұрғаннан шығар, мейлі. Деген, яғни критик нөлік ойнайтын жер. Міне адамдар ойнап жатыр. Батутқа бармайым. Келесінде енді мынадай блок. Бұны автошахтадан қазбасын немесе сатып алсаңыздар болады. Немесе аттан таба аласыздар. Бұл жерде көріп тұрғаныңызды. Міне не берілу керек? Регенерация. Мен телефон қуып тұрған соң кішкене болмай жатыр. Ал мына шетте егер сіз өртеніп тұрсаңыздар, осы жаққа келіп тұрған кезде сол өрт тазартып береді. Ал келесіде мына жақта лабиринт. Бірақ бұл жақтан өтетін жолды мен әлі тапқан жоқпын.
қиын. Өтсеңіздер комментария жазып кетіңіздер. Мынау Царкор, бұны бәрі біледі деп ойлаймын. Бұл әрбір серверде бар. Міне автошақта бағанағы блоктар, міне қарбыз, әртүрлі заттар. Және мынау жақта тағы отыруға болады. Сосын мынау наркотик дейді. Міне мына жерде әрбір перезапуск сайын мындай 3 шкатулканың біреуін аша аласыздар. Қазір мына адам ашты, енді мен мынаны аштым, мынадан кейін мынау болу керек. Таптым, маған 1232 теңге берді. Мен мына жақта көрсетіп тұр. Ал енді кеттік ары қарай. Қазір міне мына жақта әртүрлі зейкалар болады. Мысалы, қазір арзанын көрейік. 3700, 1100, мынау 700 спешка дейді. Нажмите еще раз. Проводство демек не, блоктар тез қазалатын боламыз. Және мына жерде міне, егер сіз бірдеңге зачаровать ететін болсаңыздар, сізге затыңыз қолға ұстап мынаған басу керек. Ол үшін бірақ сіздерде 8 изумруд болу керек. Ал сол заттарыңыз сынып бара жатса жөндеу үшін мынаған басасыз. Бірақ изумруд болу керек. Мынаған лазурит. Мына жақта верстак. Мына жақта скупщик. Сіздер скупщикті біледі деп ойлаймын. Бұл жақта заттар сатады. Мейлі бір адам зат сатып жатыр. Мына жақта автопечка. Егер бір затты пісіргіңіз келсе, оны тек қана қолыңызға ұстап печканы басасыз. Сол кезде ол қолыңызда пісіріліп тұрады. Мынау авторазатчик, яғни әрбір 20 минут сайын мына жаққа заттар лақтыратын болады. Ал мына жерде міне магазин. Мына жақта мынандай заттар сатады. Ал мына жерде мынандай заттар сатады. Және осы серверда мынау креативтегідей, яғни творческийде жүргендегідей тез қазатын кирка бар. Ол 80 мың, және вещи бога дейді, бог заттары, олар 30 мың. Ол жерде бронясы беріледі, топор, сосын меч беріледі. Топор облик огня, яғни ұрса жандыратын болады. Ал мына жерде бана отыратын орындық, оны үйіңізге қойып қойсаңыздар болады. Мына жерде меч Зевса, оны алу үшін жақта тұрып бәрін оқып шығасыздар. Ол әрбір 5 секунд сайын найзағаймен ұрып тұратын болады, және көп урон кетіреді. Ал мына жерде медикаментов, әртүрлі заттар, өздеріңіз көріңіздер. Мен телефоным қатып тұрған соң көре алмаймын. Көруге болады, бірақ телефон одан сайын қатып кетеді. Міне мына жерде босс. Мынау легкий босс, яғни оңай босс. Міне. Ал мына жерде средний босс. Ол біреудің заттары алайық. Әрбір босс қиын, жаны көп болады, және қиынырақ болады. Кейін одан өлтірген соң заттар және ақша шығатын болады. Және бұл жерде жұмысқа орналасуға болады. Міне, мен шахтерский жұмысқа орналасқам. Әрбір блок үшін 4 теңге береді. Өздеріңізге қай жұмыс ұнайды, сол жұмысқа тұрыңыздар. Және мынау банк. Мына жақта квест, яғни сізге бір тапсырма береді.
бір блокты әкел дей ма, біреулер деп айтады. Сіз соны алып келсеңіз, сізге зат береді немесе ақша беретін болады. Міне, мынау банк 500 теңге салу, 1000 теңге салу, 5000 теңге салу, астында соларды алу. Міне, үстіне мынау основной счет, ол не менде мына жақта тұр. Ал баланс банкені бассаңыздар, мына чатқа шығады. Өздеріңіз басып көріңіздер. Қазір телефон қасып тұр, неге екенін білмеймін, кейін көрем. Мына жақта не ограбить банк, ограбление банк. Мына жақта 3000, мына жақта 1000 теңге не істеуге болады. Бірақ не сәтті болмаса түрмеге түсіп қаласыздар. Ал енді бұл жерде мен бар екенімді білгілеріңіз келсе, сіз Зимаға келіңіз. Міне Зимада мен бұл серверде грейферит етуге болмайды, бірақ мен грейферит етем. Бұл серверде арнайы өзінің грейферит етуге арналған сервер бар, бірақ ода адамдар тұзаққа алданбайды. Міне мынау менің приватын, сандықты аша аламын. Міне осы жақта үй болған, екеуі де грейферит еткенім үшін бұзып тастаған, және Науиді де бұзған. Міне Науиді. Бірақ мен қайтып соғып алғам. Міне бұл адамды секіретін кезде осы жаққа түсіп қалады, содан соң мен астында тұрып ұратын боламын. Соғып көріңіздер. Барып яғни Зимаға келдік. Және тағы бір дәлел, ол менің үйім. Міне мына жақта міне мынау менің үйім. Палкамен тексеріп көрсеңіздер де болады. Міне мен Х десем, осы жаққа келем. Және осы жерде лаки блок жарып кетейік. Міне бәрін қойайын. Міне әртүрлі заттар шығып отыр. Лаки блок бар, бәрі күшті. Паркур болады. Паркурдан өтсеңіз соңында ақша беріледі. Ойнап көріңіздер. Егер мені кездестіріп қалуларыңыз да мүмкін. Егер осы видеода көп лайк жинап кәдімгідей болып жатса, мен ана вещи бога, және броня Санты деген болады. Тек қана нагрудник беріледі ода. Мына жақта қазір телефон қатып тұрған соң өте алмаймын. Өтіп көріңіздер өздеріңіз. Көп лайк жинап жатса және серверға кіріп жатқандар болса, описаниеға жазып кетіңіздер. Мен солар үшін мен вещи боганы және меч Зевса, броня Сантыды алып, міне бір жерге тағам. Қай жерге тыққанымды видеода көрсететін боламын. Сандыққа салып кетем. Кім бірінші алады, соған подарок болады. Ол үшін көп лайк басыңыздар. Каналға тіркеліңіздер. Сервер күшті. Қазір келесі видеоларда телефон қатпайтын болады. Қазір бір бәле болып тұр, оны түсініп алармын. Сіздермен болған мен Нұртілеу Шоу. Каналға тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп кетіңіздер. Видеоға лайк басыңыздар, комментария жазып кетіңіздер. Болыңыздар.